Ұстаз ұлағатты ұғым. Ұстаз қандай қасиетті сөз. Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен өзектес ұғым. Адам баласының жүрегінде қадір тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі ұстаз. Ұстаз әр адамның жанына білім дәнін сеуіп, әр шәкіртін аялап, өмір атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып ұшырады. Дәлірек айтсақ, адамды өмір сүре білуге тәрбиелейді. Сол үшін бойындағы асыл қасиеттерін шәкірттеріне сіңіріп, тер төгеді. Менің ойымша, кез келген мұғалім ұстаз бола алмайды. Себебі ұстаздық өнер тағылымы терең өнер. Ал өнерлі болу кез келген адамға қона бермейді. Олай болса, шын ұстаз болу үшін табиғи дарын, ізгілікті ізденіс пен ерен еңбекке ұштастырылуы шарт. Шәкіртсіз ұстаз тұл деген тегін айтылмаса керек. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Әрбір көзі ашық адам сауатын ашу үшін ең бірінші ұстазға жүгінеді. Ал ұстаздың міндеті ештеңеден хабары жоқ шәкірттен тұлға дайындау. Түркістан облысы Сайрам аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Шадиева Құралай Балтабай қызының ұстаз мерейін арттыру мақсатында әріптеске құрмет айдарын номері 47-ші жалпы орта мектебінің ұстаздары жалғастырамыз. Бүгінгі айдарымыздың кейіпкері Кунаева Гүлнара Қанатбек қызы. 1966 жылы 18 қаңтарда Шымкент қаласында дүниеге келді. 1982-1986 жылдары Түркістан педучилищесіне тәрбиеші факультетіне түсіп, мектепке дейінгі балалар тәрбиешісі мамандығын бітіріп, Төлебе ауданындағы Победа колхозының балабақшасында тәрбиеші болып қызмет атқарды. 1987 жылы сол балабақшаның меңгерушісі қызметіне тағайындалды. Партия мүшесіне кандидат болды. 1989 жылы жолдасының қызметіне байланысты Сайрам ауданына көшіп келіп, Улыбка санатория балабақшасында тәрбиеші қызметін жалғастырды. Осы ауданда партия мүшесі болды. 2000-2006 жылдары Орта Азиялық педагогикалық университетінің қазақ тілі және әдебиеті мамандығы бойынша оқып, диплом алып шықты. 2002 жылы номері 47-ші мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Осы мектепте оқушыларға білім беру жолында қажырлы еңбек етіп келеді. Білім нәрімен сусындаған шәкірттері республикалық, облыстық, мемлекеттік тілді білу парызың байқауларында жүлделі орындарға ие болып, бәйгеден оза шапты. Мемлекеттік тілді дамытудағы белсенді еңбегі үшін Оңтүстік Қазақстан облыстық білім басқармасы құрмет грамотасымен марапатталды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай өткізілген мемлекеттік тілді білу парызың атты аудандық байқауда мемлекеттік тілді меңгеріп, оны өзге ұлт өкілдерінің игеруіне ықпал етуде халықтар достығының басты құралы ретінде мемлекеттік тілді дамытуда қосқан үлесі үшін мадақтамамен марапатталды. Білімді де білікті ұстаз аудандық байқауында бірінші орын алғаны үшін аудандық білім беру бөлімінің мадақтамасымен марапатталды. Оқушылардың облыстық жас талап 2020 ғылыми жобалар сайысында оқушыларды дайындағаны үшін алғыс хатпен марапатталды. Республикалық алтын қыран ерекше дарын иесі зияткерлік олимпиадасының жеңімпазын дайындағаны үшін 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Егемен еліміздің бәсекеге қабілетті жас ұрпағын оқыту мен тәрбиелеуде кәсіби шығармашылық пен заманауи ой-пікір танытқаны үшін мадақтамамен марапатталды. Республикалық Ақбота интеллектуалдық парафонының жүлдегерін дайындағаны үшін 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Ұстаздар мерекесіне орай білім беру жүйесінде өскелең ұрпаққа саналы білім берудегі
озық шығармашыл ізденісі және оқушыларды ұлттық бірыңғай тестке дайындау жұмыстарын жоғары дәрежеде ұйымдастырып, жоғары нәтижеге жеткені үшін аудандық білім беру бөлімінің мадақтамасымен марапатталды. Педагогтар мен оқушыларға арналған республикалық ғылыми әдістемелік танымдық білім шыңы ғылым сыры журналында ашық сабағы жарияланды. Республикалық ғылыми әдістемелік педагогикалық шеберлік журналында қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқыту арқылы мемлекеттік тілді аясын кеңейту атты мақаласы жарық көрді. Жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары педагог қызметкерлерінің педагогикалық шеберлігін дамыту, кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында өткізілген ең білімді педагог 2020 4-ші республикалық пән олимпиадасына қатысқаны үшін марапатталды. Әріптеске құрмет челленджін номер 7-ші Бабыр атындағы жалпы орта мектебіне жолдаймыз. Ұстаз болу сый етілген өміріне қиын бірақ оны алып жүруде. Өмір жолын ұстаздыққа арнаған талай мықты ұстаздар бар елімізде. Сол мықты ұстаздардың ішінде Қонаева Гүлнара деген апай бар. Құрметті ұстазым, сізге мың алғыс. Осындай білім беріп, білім дәрімен сусындатып, осындай біз сияқты әдемі көптеген салада қызмет етіп жүрген түлектерді шығардыңыз. Сіздің біліміңізден, сіздің мотиваторлық қабілетіңіздің арқасында білімге деген құштарлығымыз ашылды. Сіздің арқаңызда көптеген жетістіктерге жетіп, сіздің үйреткен жолыңызбен, сіздің салып келе жатқан жолыңызбен көптеген мақтан тұтатын жұмыстар істеп жатырмыз. Біз сізбен әрқашан мақтанамыз және мақтан тұтамыз. Сіздің ұстазымыз және бізге жол сілтеген алғашқылардың бірі сіз. Жалпы Қонаева Гүлнара апай туралы мен айтатыным, ең мықты ұстаздардың бірі. Жалпы мектептегі номер 7 жалпы орта мектебіндегі ең мықты және ең білімді